Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен өте әдемі, өте дәмді, ерекше мерекелік пирог даярлайтын боламыз. Алдағы келе жатқан 8 наурыз, 22 наурыз мерекелеріне дайындасаңыз, дастарханның сәнін келтіреді. Бұл пирогтың ингредиенттері қарапайым әрі оңай даярланады. Видео рецепті соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыз. Пирог үшін 285 грамм ұн, 30 грамм сары май, 1 дана үлкен жұмыртқа, 1 шымшым тұз, 65 грамм қант, 5 грамм дрожжи, 20 грамм сүт және 250 грамм джем қажет. Алдымен апара даярлаймыз. Ол үшін жылы сүтке дрожжидің барлығын қосамыз. Сүт жылы болу қажет, ыстық болмау керек. Және берілген мөлшерден 1-2 ас қасық қантты қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Қант пен дрожжи еруі қажет. Берілген көлемнен 2-3 ас қасық ұн қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Консистенциясы сұйық сметана секілді болу қажет. Біз осылай апараны даярлау арқылы дрожжидің қалай жұмыс істейтінін көре аламыз. Апара қамырдың жақсы көтерілуіне біраз септігін тигізеді. Апара деп осы сұйық ашытқы қамырды айтамыз. Апараның бетін жауып, жылы жерге 15 минутқа қалдырамыз. 15-20 минут жылы жерде тұрған апараның көлемі ұлғаяды. Қасықпен көтерген уақытта оның асты көпіршіп тұруы керек. Апараға жұмыртқаны, қалған қанттың барлығын, ұнның барлығын елеп отырып қосамыз. Міндетті түрде бөлме температурасындағы жылы жұмыртқаны қосамыз. Бұның барлығы ашытқының жақсы көтерілуіне әсер етеді. Ертілген, бірақ суытылған майдың барлығын қосамыз. 1 шымшым тұз қосып, барлығын алдымен лопаткамен араластырамыз, содан соң қолымызбен қамыр елейміз. Жұмыртқаның көлеміне байланысты ұнның көлемінде азды-көпті өзгерістер болуы мүмкін. Жұмыртқаңыз үлкен болса, мүмкін ұнды көбірек қосарсыз. Қамырға ұнды өте көп мөлшерде қосып, қатты нығыздаудың қажет жоқ. Қамыр жұмсақ болуы тиіс, әрі қолға аздап жабысып тұрады. Еленген қамырдың бетін сулы орамалмен жабамыз. Духовканы 30 градусқа дейін қыздырып, содан соң өшіріп тастаймыз. Қамырды ыдысы мен жылы судың үстіне қойып, духовканы жауып 1,5 сағатқа қалдырамыз. Мен үнемі осы әдісті пайдаланамын, қамыр өте жақсы көтеріледі. Пирогтың салмасы үшін қою джем қажет. Егер сұйық вареньені қолданар болсаңыздар, міндетті түрде крахмалды қосып қайнатып, қоюландырып алыңыздар. Қою джемнің жасалу рецептісін сіздер менің каналымнан таба аласыздар. Описаниеде оның ссылкасын қалдыратын боламын. Қысқаша айтып өтсем, 300 грамм қатырылған малинаны ертіп, оған қант қосып, оны блендермен біркелкі болғанға дейін езіп аламыз. Оған 2 грамм агар-агарды қосып, жақсылап араластырып, газға қойып 3 минут көлемінде қайнатамыз. Джем газда 3 минут көлемінде қайнап болғаннан кейін ол сұйық болады. Ол бөлме температурасында тұрып әбден суығаннан кейін барып қоюлана түседі. Бір жарым сағат тұрып ашқан қамырдың көлемі 2,5 есеге ұлғаюы тиіс. Оны бір рет бастырып аламыз. Қамырды бірдей етіп 3 бөлікке бөлеміз. Ол үшін таразыны қолдансаңыздар да болады. Қамырды күлшелеп алғаннан соң 5 минут көлемінде тындырып қоямыз. 5 минуттан соң әр қамырды жаятын боламыз. Қамырдың диаметрін шамамен 22 см етіп жаямыз. Осылайша диаметрін шамамен 22 см етіп, 3 қамырдың барлығын жайып аламыз. 3 шайманың диаметрі бірдей болуы үшін сызғышпен өлшеп алсаңыздар болады. Бірінші қамырды пергамент қағазын немесе тефлоновый ковриктің үстіне орналастырамыз. Ортасына джемнің жартысын жағып шығамыз. Үстіне екінші жайманы орналастырамыз. Екінші жайманың бетіне қалған джемнің барлығын жағып шығамыз. Бетіне үшінші жайманы орналастырамыз. Диаметрі 6-7 см стаканмен пирогтың ортасын дөңгелек етіп белгілейміз. Пирогты видеодағыдай өте өткір пышақпен 16 бөлікке бөлеміз. Ол үшін алдымен 4 бөлікке бөлеміз, одан соң 8 бөлікке бөлеміз, одан кейін 16 бөлікке бөлеміз. Осылайша 16 бірдей бөлікке бөліп аламыз. Содан соң өздеріңіз видеода көріп отырғандай, пирогтың 2 бөлігін алып, оны сыртқа қарай 2 рет қайырамыз. Шетін ғана біріктіріп жабыстырамыз.
Осылайша екі бірдей бөліктің барлығын сыртқа қарай қайырып, шетін жабыстырып шығамыз. Соңында осындай өте әдемі жұлдыз немесе гүл пайда болуы тиіс. Пирогтың бетіне аздап ұн сүйіп, оның бетін целлофанмен жауып, бетін сулы орамалмен жауып, шамамен жарты сағат көлемге қалдырамыз. Пирог көтерілуі тиіс. Шамамен жарты сағаттан соң пирогтың бетін ашып, жұмыртқаның сары-уызына 2 ас қасық сүт қосып, жақсылап араластырып, бетіне жағып шығамыз. Осы арқылы пирог сап-сары өте әдемі болып піседі. Пирогты 170 градуста қызып тұрған пеште 25 минут көлемінде пісіреміз. Барлығы сіздің пешіңізге байланысты, оның қызарғанын қадағалап тұрыңыз. Осымен біздің өте дәмді, иісі аңқыған, сондай керемет әдемі көрінетін пирогымыз дайын. Сіздер де міндетті түрде даярлап, жақындарыңызды қуантып, дастарханның сәнін келтіріңіздер. Ал мен өз каналымда сіздермен тек қана ерекше тағамдардың, әртүрлі торттар мен десерттердің рецептімен бөлісемін. Сондықтан міндетті түрде менің каналыма тіркеліп, жаңа рецепті жіберіп алмас үшін қоңырауды басып қойыңыз. Менімен бірге болып, менің каналымның дамуына үлесіңізді қосып жатқаныңыз үшін сізге алғыс айтқым келеді.